Қайырлы күн, құрметті YouTube арнамдағы оқырмандарым. Бүгін сіздер үшін өте актуальны тақырыпты, өте маңызды сіздер сұраған тақырыпты қозғайтын боламыз. Кредитті кредитпен жабуға болады ма? Осы дұрыс па? Деген сұрақты тарқататын боламыз. Ең алдымен төменде подписка кнопкасын басып, бірден каналға тіркеліңіздер. Және осындай пайдалы видеоларды міндетті түрде туыстарыңызға, таныстарыңызға бірден жіберіп қойыңыздар. Кредитті кредитпен жабуға болады ма? Қазір Қазақстанда өкінішке орай кредитті беру, әсіресе жеке тұлғаларға кредит беру қарқыны өсіп жатыр. Яғни бұл деген сөз Қазақстанның халқы кәдімгідей кредитке әрі қарай кіріп жатыр деген сөз. Мына статистиканы көретін болсақ, Ұлттық банктың сайтындағы 7,9 триллион қарыз бар кредит бойынша. Бұл нені білдіреді? Адамдар кредитін толық жаппай жатыр, тағы да алып жатыр дегенді біледі. Оның үстіне білесіздер, бұрын черный спискта болған адамдар қазір черный списктан шығып, жаңа кредит рәсімдеу, жаңа кредитті алу мүмкіндігіне ие болды. Енді осы орайда қандай жағдайда кредитті кредитпен жабуға болады? Біріншіден, егер сіз мойныңыздағы бар кредитті, бірінші оны тиімділігін, тиімсіздігін анықтамай, өзге кредитпен жабатын болсаңыз, бұл өте үлкен қателік. Біз алдымен есептеуіміз қажет. Мен мына кредитті тиімді алдым ба, жоқ па? Қаржылық анализ жасау қажет, міндетті түрде. Және екінші қателік бұл кредитті микрозайммен жабу. Маған көптеген хаттар келеді микрозаймға қатысты. Бұл білесіздер, осыған дейінгі видеоларда түсіндірген болатын. Микрозайм бұл лицензиясыз берілген қарыз, бірақ үстінде пайызы кәдімгідей жоғары, өте бірге бір деп. Микрозайм компаниялардың келісім шарттарында МФО банк деген сөздер жоқ болады микрозайм компаниясының атауында. Естерінде болар, то онлайн финанс, бұл микрозайм манимен, то капвия, то финкап, көке-кезет, тенго-кезет, яғни бұлардың атауында МФО және банк деген сөз жоқ, бұлардың барлығы микрозайм. Өкінішке орай осы микрозаймды алған адамдардан не үшін алдыңыз деп сұрасам, кредитті төлей алмағанымнан алдым дейді. То есть оның кредиті бар. Кредиттің пайызы Ұлттық банктың қаулысы бойынша максимум 56%-ға дейін, бірақ өкінішке орай ол осы кредитті төлей алмағандықтан, мына жақтан 30 күнге, 20 күнге, бір айға берілетін кішігірім микрозайм қарызды алып, осы кредитті жабады. Бірақ микрозаймның пайызы бізге бірге бір қосылып жатыр ғой, Азаматтық кодекстің 725-1 статьясы бойынша. Демек, мына жақтағы сіздің қарызыңыз ол максимум 56%-ға дейін. Жоқ, 56 күшті деп тұрған жоқ, оның өзі жақсы деп. Бірақ мына микрозайммен салыстырғанда бірге бір қосылғаннан гөрі сіздің мына жақтағы кредитіңіздің пайызы әлдеқайда төмен. Сондықтан кредитті микрозайммен жабуды мүлдем ұмытыңыздар. Бұл өте тиімсіз. Мұндайда сізде сұрақ туындауы мүмкін. Бірақ мына кредитті төлей алмай жатырмын ғой. Коллекторлар мазамды алып, кәдімгідей қылқындырып жатыр дейсіздер. Мұндай жағдайда қалай коллектормен сауатты сөйлесу қажет? Коллектормен сөйлескенде қалай біз өз құқығымызды қорғаймыз деген мен парақшамдағы видеоларды көру қажет. Себебі, шын керек коллекторда сіз сияқты екі қолы, екі аяғы бар адам. Егер сіз дер кезінде әрекет ететін болсаңыз, коллекторға өткен кредиттің пенясын алып тастауға мүмкіндігіңіз бар. Онымен сауатты сөйлесіп, ымыраға келіп, жаңа график шығаруға да мүмкіндігіңіз бар. Бірақ ни в коем случае ешқашан қымбат микрозайм алып, мына жақтағы кредитті жабушы болмаңыздар. Ал енді қандай жағдайда кредитті кредитпен жабуға болады? Егер сіздің жаңадан алатын кредитіңіздің пайызы мына қазір төлеп жатқан кредитіңіздің пайызынан әлдеқайда төмен болса. Және страховка, сонымен қатар комиссияға кететін шығындарыңыз, сіз уже алған кредиттің страховка мен өзге де қосымша шығындарынан әлдеқайда төмен болса ғана сізге осылай істеу қажет. Сонымен қатар, мына жағдайда кредитті кредитпен жабуға болады. Егер сіз залоговое имуществоны, яғни кепілге қойылған ғимаратты, баспанаңызды кепілдіктен шығарып алғыңыз келсе. Мысалға, сізде ипотекалық үй бар. Оны 25 жылға алдыңыз. Сіз оны мүмкін менің сабақтарыма қатысып тиімді жолмен жаптыңыз, переплатасын азайтып жатырсыз, және әрі қарай үйді залогтан босатқыңыз келеді. Мүмкін сіз оны тезірек сатқыңыз келеді. Залогта тұрған үймен салыстырғанда, залогта тұрмаған үй, яғни басы бос үй, әлдеқайда тез жақсы бағаға сатылатынын білесіздер. Енді мына жақта залогта тұрған ипотекалық үйді босату үшін, мүмкін оның соңында бір 2-3 миллион қарызы қалған шығар, ипотеканың қарызы. Мұндай жағдайда сіз өзіңізге ақшалай несие рәсімдеуіңізге болады, және осы ипотеканың қалдығын сонымен жауып, өзіңіздің осы ипотекада залогта тұрған үйді шығарып, басын босатуыңызға болады. Мұндай жағдайда ол сізге әлдеқайда тиімді болады. Бірақ осы ипотеканың баспананың басын босатқан күннің өзінде сіз міндетті түрде қаржылық анализ жасап, оның пайыздарын салыстыруыңыз қажет. Сыйақы пайызы төмен болса ғана кредитті кредитпен жабамыз. Төмен болмаса, онда әрі қарай өзіңізді
қатты айтсам кешіріңіздер, кредиттің қорасына әрі қарай кіргізудің қажеті жоқ. Келістік бе? Достар, бұл видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Мен сіздерге қысқа да нұсқа бетіндегі қаймағын нақты түсіндіруге жеткіздім. Ең бастысы кредитте тиімді жолмен переплатасын азайтып құтылыңыздар, және дәл осы видеоны өзіңіздің таныс туыс жақындарыңызға, жанашыр адамдарыңызға WhatsApp, Telegram чаттарға жіберіп қойыңыздар. Төменде менің Instagram парақшама сілтеме бар, және кредиттен құтыламын десеңіз өзге де сабақтарға тіркелуге мүмкіндігіңіз бар. Төменде барлық сілтемелер бар. Өзіңізге қажетті сілтемені басып, WhatsApp арқылы немесе Instagram арқылы маған қосымша сұрақтарыңызды қойып, сабақтарға тіркелуге мүмкіндігіңіз бар. Подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыз, және сізден лайк күтемін. Сау болыңыздар.